Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Біз видео шықпай қалды біраз. Оған себеп мен осы Астана қаласында жұмыста жүрмін. Оқу басталғанша осы жақта боламын. Енді бір 25 күндей осы жақта, сонымен қайтатын боламыз. Bir ай жұмыс істейміз. Осы бізде су жүргізіп жатыр. Мына жақта үйлер соғылып жатыр. Барлығы жаңа үйлер. Ана біреу Астананың ең биік төбесі Абу Даби деген ғимарат. Осы мына шөптің аяқтың бәрі көлдің орны болған. Судың бәрін сорып тастаған. Сонымен осылай үй соғып жатыр. Техника көп. Осы видео шықпай қалды, соған бір ескертіп қояйын дедім. Осы енді Құдай қаласа бір 25 күнде қайтамыз. Бұл жақта жүргеніме 5-ші күн болды. Жұмыс жақсы, үйрендік. Осы шөптері. Ана жақтың бәрі сондай. Мына ұзын ғимараттар. Өзімнің туған ағам бар. Өзімнен бір жас үлкен, сол екеуміз жүрміз көкеміздің үйінде. Сол видео шықпай қалды. Сол видео шықпай қалған. Құдай қаласа 25 күннен кейін барып түсірем ғой бәрін. Өзімді көрем, не өзгерді, қалай өсті, малдардың күйі қандай болды. Қазір мен күн ыстық болып тұр, 30, 35, 36 сондай градус көрсетіп тұр. Астанада оның ыстық екен. Азаннан кешке дейін күннің астында жүруде оңай емес. Маскамызды, шапкамызды бәрін киіп алдық. Үстімізде жилетка, басымызда каска. Қауіпсіздік белгілері бар. Соларды сақтанып. Қазір бара жатырмын будка жаққа су алып, қайтадан артқа. Ар жақта біз қазір экскаватормен жерді қаздырып жатырық. Сонымен сол жерге апалқы құрамыз. Біз бұл жерде судың трубалары болады. Ыстық су, суық су жердің астында. Сол трубалардың шет-шетін цементтейміз, краскілейміз. Сонымен қара қағаз жабыстырамыз. Пропан баллондары бар. Осылай бояймыз. Қара қағаз жабыстырамыз. Пропандар бар, соларды яғыламыз. Пропанмен жабыстырамыз, өртетін. Аяққа огород егіп қойыпты, картошка, укроп. Осы аяқтың бәрі. Соларды реттеп жүреміз. Әр күні әрқандай жұмыс болады. Осындай шлангілер, трубалар. Осылар жердің астына көмеміз. Аяқ керек емес, темір терсек. Нелері, заттар, мынау кальцолар. Бұлар пайды, септик, сондай болады. Сондай кететін кальцолар. Дан бәр труба. Аяқтан бір супермаркет. 4 этаж ба сондай. Бірақ ең үлкен болайын деп тұр. Ашық осы міне. Мына біздің ішінде кондер бар. Сол Астана осы. Қазір суды алып алдым. Шығып барадым. Морозильниктен мұздай суды алып алдым. Орнына холодильниктегі суларды қайтып морозильникке салдық. Оларда мұздап қата берді. Сонымен солай ауыстырып отырамыз. Үйдің ішінде 5 минуттай отырып алдым вагонда. Іші суық болып тұр. Кондер бәрі бар. Кондер -20 қойып кетті. Сонымен іші суық. Күн ыстығында бір жақсылап салқындатып енді қайтып жұмыс жағыма кетіп бара жатырмын. Сол заттардың бәрін техникамен тасимыз. Әр жаққа біз 4 адам мына жақта жүрміз. Ана жақтың бәрінде
өзбектерді алып келіп жатыр. Солар ар жақтың бірінде. Мына ар жағында менің ағам осы жақта. Ар жақта басқа адамдармен. Бәріміз бөлек-бөлек. Азанда 6-дан аса тұрамыз. Шай тамағымызды ішіп, киініп 7-де үйден шығамыз. 7:30-да автобус келеді. Сонымен 8-де 5-10 минут қалғанда жетеміз. Сонымен 8-де жұмыс басталады. Бастығымыз шығады, мына жаққа барасыңдар деп бөледі әрқайсымызды. Сонымен кетеміз жан жаққа. 12:30-да обед, 2-ге дейін. 12:30-дан 2-ге дейін обед. 2-де шығамыз, 2-ден 6-ларға дейін жүреміз. 6-ға 10 минут қалғанда қайтамыз. Сонымен будка жаққа барып, жуынып, шайынамыз да. Сонымен 6:30-да газель кеп қайтамыз автобусымен. КамАЗ құм тасып жатыр, КамАЗдар. Барлық техника бар. Экскаватор да бар, эвакуатор, КамАЗдың түр-түрі, экскаватордың түр-түрі, бульдозер, бәрі жүр әйтеуір техниканың. Сол бүгінге бір видео түсіріп қойын деп кіргем. Жаңа осы суға келетқандай ойыма түсті. Осылай видео шықпайды деп бір айтып қойайын деп. Сол тыңдағандарыңызға, көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Астанадан сәлем.